Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі әрі оңай жасалатын тәжді ободок жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: жылтыр фоамиран, ыстық желім, ободок, моншақтар, ине жіп және де қайшы, осындай кішкентай қиық фетр және де тюль матасы, метрлік моншақтар қажет болады. Ең алдымен біз шаблонымызды сызып алатын боламыз. Шаблонымыздың ұзындығын 16 см, ал енін 1,5 см етіп сызып аламыз. Енін 1,5 см етіп сызып аламыз. Дәл видеода көрсетілгенде шаблонымызды сызып алатын боламыз. Осындай төрт бұрышымызды 2 см етіп сызып аламыз. Төрт бұрыштардан бізге 8 дана қажет болады. Осылай төрт бұрыштарымыздың үстінен үш бұрыштарды сызып шығатын боламыз. Үш бұрышымыздың ұзындығы 3,5 см болуы қажет. Мінекей біздің шаблонымыз дайын болды. Енді шаблонымызды қиып аламыз. Осы дайын шаблонымызды жылтыр фоамиранымызға үшкір затпен бастырып алатын боламыз. Дәл осылай бастырып аламыз. Енді қайшымен қиятын боламыз. Осылай қиып болғаннан кейін шеткі жағын ыстық желімімізбен жабыстыратын боламыз. Дәл осылай. Енді біз осы домалағымызды есептейтін боламыз. Қанша сантиметр екен? Енді 5 см болды. Оны 2,5 см етіп домалақ шеңбер сызып аламыз. Сонда бізде тура 5 см шығатын болады. Енді шеңберімізді қиып аламыз. Ендігі кезекте ыстық желімімізбен домалақ шеңберімізді осы тәжіміздің төменгі жағына жабыстыратын боламыз. Дәл осылай. Содан кейін фатин матамызды ені 7 см, ұзындығын 60 см етіп қиып алатын боламыз. Осы фатин матамызды екіге бүктейтін боламыз. Ендігі кезекте осы фатин матасын сабақталған жібімізбен тігіп шығатын боламыз.
Осылай фатин матамызды тігіп болғаннан кейін жібімізді осылай тартатын боламыз. Міне осылай домалақтап алатын боламыз. Содан кейін шеткі жағын біріктіріп тігетін боламыз. Енді артық жібін қиып тастайтын боламыз. Ендігі кезекте ыстық желімімізбен тәжіміздің төменгі бөлігіне жабыстыратын боламыз. Мінекей біздің тәжіміз дайын болып қалды. Енді осылай үшбұрыштарын майыстырып шығатын боламыз. Ендігі кезекте ыстық желіммен метрлік моншақтарымызды жабыстыратын боламыз. Фатин матасының арасын дәл осылай ашатын боламыз. Бұл кезде тәжіміздің астыңғы бөлігі өте әдемі болып шығады. Ендігі кезекте тәжіміздің ұшына осылай моншақтарымызды жабыстырып шығатын боламыз. Осы тәжімізді осы ободогымызға қазір жабыстыратын боламыз. Кішкентай фетырымызды дәл осылай домалақтап қиятын боламыз. Осы тәжімізге ободогымызды жабыстыратын боламыз. Міне осылай желімдейміз. Содан кейін үстінен тағы да желімдеп домалақ фетырымызды жабыстыратын боламыз.
Мінекей біздің тәжді батогымыз дайын болды, өте әдемі болып шықты. Егер де осы мастер-класс ұнаса, лайк басып парақшама тіркеліп кетіңіздер, және де көптеген қазақ тілде мастер-класстар шығарып тұрамын. Сондықтан да жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.